тақырыбымыз Моңғол империясы. Бүгінгі сабағымызда моңғолдардың әлемдік империяны қалай құрғанын туралы білеміз. Орта ғасырлық шапқыншылықтар кезінде халықаралық қатынастардың ерекшеліктерін анықтаймыз. Онда болса сабағымызды бастайық. Моңғол тайпалары 10-12 ғасырларда Ұлы Қытай қорғанынан Селенг өзенінің жоғарғы ағысына дейінгі жерлерді мекендеген. 12 ғасырдан бастап моңғол тайпалары орталық Азиядан Байкал көліне, Енисей өзенінен Гоби шөліне дейін созылып жатты. Біртұтас моңғол мемлекетінің құрылуы Темужиннің атымен байланысты. Темужин Қият тайпасының Боржығын руынан шыққан. Әкесі Есугей батыр 1155 жылы татар тайпасына шабуыл жасап, Темужин атты батырын қолына түсіреді. Сол жылы дүниеге келген баласының есімін Темужин деп қояды. 1206 жылы оның өзенінің бойында өткен құрылтайда моңғол және түркі тайпалары Темужинді Шыңғысхан деген атпен ұлы хан етіп көтереді. Шыңғысхан бүкіл моңғол тайпаларының басшысы болады. 13 ғасырдың басында Шыңғысхан Сібір халықтарының жері мен Қытай елін жаулап алып, ұлы моңғол империясын құрады. Моңғол тайпаларын біріктіргеннен кейін Шыңғысхан таңғұттардың Батыс Ся мемлекетіне шабуыл жасайды. 1207 жылы Енисей жағалауындағы ойраттар сияқты тағы басқа тайпалар бағындырылды. 1211 жылы моңғолдар солтүстік Қытайдағы Цин мемлекетіне шабуыл жасайды. 1212 жылы ұзақ соғыстан кейін Шыңғысхан әскерлері Пекинді алды. Солтүстік Қытайда әскербасы Мұқылайды 23 мың әскермен қалдырып кетеді. Шыңғысхан Монғолияға қайтып келіп, 1218 жылы Жетісуда бекіген наймандарды бағындырды. 1219 жылы моңғолдар Қазақстан мен Орталық Азияны жаулауды бастайды. 1220 жылы Хорезм мемлекетінің астанасы Бұхараны, одан кейін Самарқанды қоршап, оны да басып алды. 1221 жылы Орталық Азияның соңғы қаласы Мерв моңғолдары қатты қарсылық көрсеткенмен ол да жеңіліс тапты. Сөйтіп, Орталық Азияны жаулау аяқталады. Жебе мен Сүбедей қолбасшылар басқарған моңғолдар Әзірбайжан мен Грузияны талқандап Қырымға жетті. 1223 жылы Қалқа өзенінде қыпшақтар мен орыстардың біріккен әскері жеңіліс тапты. 1226 жылы Шыңғысхан Батыс Ся мемлекетіне тағы да жорық жасап, 1227 жылы бұл елді де біржолата бағындырады. Шыңғысхан сол жылы 72 жасында қайтыс болды. Шыңғысханнан кейін 1229 жылы құрылтай өткізіліп, Шыңғысханның 3 жылы Үгедей ұлы хан болып сайланды. 1236 жылдың соңында моңғолдардың батысқа жорығы басталды. Бұл жорықты Жошының баласы Бату басқарды. Бату әскерлері Еділ өзенінің жағасында Бұлғар елін жаулап алды. 1237 жылы Еділ мен Дон өзендерінің аралығында қыпшақтарды тізе бүктіріп, 120-140 мың әскермен орыс жеріне шабуылға дайындалды. Моңғол татар шапқыншылығы қарсаңында орыс жері бытыраңқы болатын. Бытыраңқы князьдіктарды Бату әскерлеріне қарсы тұра алмады. Әскери күші жағынан да моңғол татарлар орыстарға қарағанда анағұрлым алға кеткен болады. Әсіресе моңғол татарларының атты әскері өте қуатты күш еді. Бату әскерлері соғыс жүргізудің сол заманғы неше түрлі айла тәсілдерді меңгерді. Батудың соғыс жүргізу өнерінде бұрыннан қолданып келе жатқан қала бекіністерін бұзатын жеңіл құралдары болды. Орыс қалалары ағаштан салынғандықтан бұзу қиынға түспеген еді. 1237 жылдың қысында Бату көп әскерімен Еділ өзенінен өтіп Рязань қаласына келіп жетті. Рязань және Мәскеу қалаларын алды. 1238 жылы ақпанда Бату Владимир қаласын қоршап 3 күннен кейін қаланы алды. Осы қарқынмен моңғол татар әскерлері орыстардың 14 қаласын, яғни Ростов, Суздаль, Ярославль, Кострома, Углич, Тверь тағы басқа қалаларды бағындырып, Владимир князьдығынан Новгородқа қарай беттейді. Көктемнің ерте шығуы орманды және батпақты Новгород жері алға қарай жүруге қиындық тудырады. Сондықтан Бату әскерін оңтүстікке қарай бұрады. Бату жолында кездескен қалалар мен елді мекендерді жаулап алып, 1240 жылы Киев қаласына келіп жетеді. Моңғол татар әскері күшінің басымдылығы, орыс князьдіктарының дер кезінде күш біріктіре алмауы Киев князьдығының жеңілуіне әкеліп соғады. Киев қаласын алғаннан кейін Бату әскерлері Галич Волин князьдығын аттанады. Батыс орыс жерін жаулап алған соң Польшаға, одан кейін Чехия мен Венгрия жеріне баса көктеп кіреді. 1241 жылы Бату мен Сүбедей бастаған моңғол әскері Венгрияға, екінші тобы Польшаға келеді. Моңғолдар Польша мен Силезияны бағындырып, Лигницы маңындағы поляк пен неміс князьдарының жасақтарын талқандады. Польшаның біраз бөлігі бұл шапқыншылықтан зардап шекті. 1241-42 жылдары Венгрияда моңғол татарларының шапқыншылығына тап болды. Венгр королі 4-ші Белла Бату ханның берілуі туралы талабын орындамағаннан кейін моңғолдар 3 топпен Венгрияға басып кірді.
венгр королінің батыстан, яғни пападан көмек сұрауы еш нәтиже шықпаған соң, барлық ауыртпалықты өздері көрді. Венгр әскерлері Сая өзенінде талқандалды. Король өз сарайымен Далмацияға қашты. Моңғолдар корольдіктің астанасы Пешт және басқа қалаларды жаулап алып талқандады.